Өзіңді оят, жүре бермей түңіліп, күдіктеніп, қорқып ылғи кідіріп, тұтансын сенде жалын беретін жүрекке, ұмтылдыратын ұлы арман және бір үміт. Өзіңді оят, дабылын қақсын арманын, күтуде талай жетістіктерің алдамың, шабыттанғайсың жарқын болашақ жайында, уайым қайғының астында сөніп қалмағын. Аманжолдай асыл азаматтар көп болғай. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті қандас бауырлар. Табиғаттың заңы дейміз бе, заманның талабы сол дейміз бе, бұл өмір түсінген адамға өзінше бір үлкен күрес. Аңсаған арманыма жетсем деп күресеміз. Тұрмыс тіршілігіміздің жақсы болуы үшін күресеміз. Ауырып қалсақ, ауруды жеңу үшін күресеміз. Жарысқа түссек, бас жүлде алу үшін күресеміз. Жеңіліп қалсақ, жан күйзелісімен күресеміз. Яғни адамның арманына жетіп, ойындағы керемет идеяларын іске асыра білуі, оның өмірде күресе білуіне, өзінің керексіз әдеттерін жеңе білу қабілетіне байланысты. Өкінішке орай, сол күреске толы өмірде бойында рухы, көзінде оты сөніп, күрессіз жеңіліп жатқан бауырларымыз, қара көз қарындастарымыз қаншама десеңізші. Әрине, күрес болған соң, бірде жеңсек, бірде жеңілеміз. Кәсіпқой бокстың феноменіне айналған Майк Тайсон жеңіліс жеңілгенде емес, жеңіске жетемін деген талпынысыңды тоқтатып, үмітіңді үзгеніңде деп текке айтпаған. Өмірдің тосқауылдарында тосылып, кедергілерінде күйзеліп жүрген ағайынға Мұқағалиша айтарым: өкінбе, өкпелеме бүгініңе, түңілуге болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып хақың бар жүгіруге. Құрметті ағайын, күш жинап, бастаған ісімнің аяғына жетпей қоймаймын. Өзімді өзім оятып, жігердің отын жандырамын. Қыранша өмір сүремін десеңіз, Аманжол інімнің «Өзіңді оят» деп аталатын осы кітабын оқып шығыңыз. Кітапты оқып отырып-ақ Аманжолдың мақсатын, мінезін бірден түсінесіз. Түсінген адамға жігерге, намысқа толы жыр шумақтары мен өмір кедергілерінен өтуге көмектесіп, практикалық нақты ақыл кеңестері бірден пайдасын берері сөзсіз. Жүрегіміздегі үлкен намыс пен жігерді оятып, ұлы істерді бастайық. Қазақ елі, жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын. Елдің ертеңі ойландырған жасындай жігері бар Аманжолдай асыл азаматтар көп болғай. Ардақ Назаров ережесіз жекпе-жектен әлемнің 3 дүркін чемпионы. Кіріспе. Армысыз, құрметті оқырман. Өмірдің үлкен күрес екенін, сол күресте аңсағаныңды алу үшін, талпынған табысыңа жету үшін аянбай күресу керек екенін бәріміз білеміз. Шама шарқымызша күресіп те, мықтыларға ілесіп те жүрміз. Өкінішке орай, 21 ғасырдың біздерге қойған талаптары жеңілдеп, толыққанды табыс пен бақытқа жету жолындағы өмір кедергілері азаяр емес. Заманына қарай адамы деп ақ жаулықты әжелеріміз, ақ сәлделі ақ сақалдарымыз тілге тілек еткендей, біздің саналы адам ретіндегі міндетіміз заман талаптарына бейімделу. Яғни 21 ғасырдан қалмай даму, оқу, талпыныс дейтін қайғымызға еңбегімізді еске кете, өзімізге және өзгелерге қуаныш сыйлауға ұмтылу. Айтуға оңай, жазуға жеңіл болғанымен 21 ғасыр талаптарына жауап беріп, көштен қалмау немесе әр салада дамыған қоғамның көш бастау аса күрделі, таусылмас төзімді, құм болмас құлшынысты қажет ететін мәселе. Шалыс басып өкініп, таусылмас тығырықтардан жол таба алмай түңіліп, арманыма жетем деген ұмтылысымыз үгітіліп, сенімімізге сыза түсіп, сенделіп кететін кездеріміз аз емес. Осындай үреймен үмітіміз арпалысқан сәттерде әр қайсымыздың жүрегімізге жалын берер, жабырқасақ жұбатар, шаршасақ күш беріп шабыттандырар ақыл кеңестер, көңіл күйді көтерер әуендер және жігерді қайрай түсер өлеңдер қажет-ақ. Десе де, өр рухымызды, жалынды жігерімізді жоғалтқанымыздың белгісі ме, бүгінгі қазақ ақын әншілерінің шығармаларынан жүрекке от тастап, жігер беріп, өмірде жетістіктерге жетуде шабыттандырып,
күш-қуат беретін туындылардың саны шамалы. Сондықтан шаршағандарды шабыттандыру, жасып жүргендерге жігер беріп, сүрініп, құлап, сенімін жоғалтқан жандарға сенім дәнін егу мақсатында «Өзіңді оят» кітабын жарыққа шығарып отырмын. Кітапқа табыс шыңына өрлеймін, жетістіктерге жетемін деп талпынған талапты адамдарға бағыт бардар, күш-қуат берер өлеңдер енген. Сонымен қатар, кітап толыққанды табысты, барынша бақытты өмір сүруіңізге көмектесетін арнайы ақыл-кеңестермен толықтырылды. Табыс пен байлықтың құны өте қымбат. Сіз соны төлеуге дайынсыз ба, оқырман? Ендеше бұл кітап сіз үшін. Өзіңізді оятыңыз. Алға, алға, тек алға. Құрметпен, автор. Өзіңді оят, дабыл қақсын арманың. Өзіңді оят, жүре бермей түңіліп, күдіктеніп, қорқып ылғи кідіріп. Тұтансын сенде жалын беретін жүрекке, ұмтылдыратын ұлы арман және бір үміт. Өзіңді оят, дабыл қақсын арманың. Күтуде талай жетістіктерің алдамың. Шабыттанғайсың жарқын болашақ жайында, уайым қайғының астында сөніп қалмағын. Өзіңді оят, адам екеніңді еске алып, білімнің жолын, ілімнің жолын төске алып, өмір дегенің өткенің емес қалғаны, жүрген жоқсың сен жақсылықтардан кеш қалып. Өзіңді оят, күшіңді сезін жасындай, талантың таудай, тек қана жатыр ашылмай. Үлкен ойыңмен үлкен жобалар бастарсың, ұмтылсаң досым, ұялшақтыққа бас ұрмай. Өзіңді оят, жүгенін жібер жүйріктің, демегін маған орынсыз жерде киліктің. Қиындықтарды сынақ деп қара баптайтын, күресіп жүріп, мен дағы қалқам ширықтым. Өзіңді оят, өтірік ойлармен түс көрмей, қиялдап жүріп, қалмасын ісің істелмей. Әрекеттенгің, әрекет өмір өзегі, білмедім деме, аспаннан жаңа түскендей. Өзіңді оят, өмірің өтіп кетпесін, орала қоймас уақыт дегенің өткесін. Армандарыңды жүзеге асыр жігермен, көңіліңдегі көгілдір раушан көктесін. 100% жауапкершілік. Ерініп жүрміз, керіліп жүрміз, мүмкіндіктерді кемсініп. Өзінше болып, өмірден іздей кілтипандар мен кемшілік. Жетпейді-ау бізге береке, байлық, кеңшілік, өшпесе бойдан кертарпа мінез ерсілік. Табысты болып, ағысқа қарсы армандарыңа ұмтылсаң, қажетті саған 100% жауапкершілік. Табысты тосып, бақытты күтіп, байбалам сала басқадан, адамдар толы талпыныстарын, табандылығын тастаған. Санаңның болса, сарқылмас сөнбес сәулесі, санасыздардан түңіле бермей қаш балам. Шағымданып, сынаққа сылтау іздесең, жұмысың бітпес бастаған. Қалауын тапсаң қар жанар. Тұлға болсаң, мәнді ойды дере кетер, еңбекті елден ерен елеп өтер. Ойлар тастап қозғайтын қоздыратын, шабытыма шаршамай ере кетем. Мақсатқа ұмтыл, рухыңды биік ұстап, қалауын тапсаң қар жанар деген екен. Есіңде ұста, ақында, ғалымда адам, сенде бар дауыл күш дамылдаған. Жалқаулықпен жатып ап жолдас болсаң, бақытыңды, бағыңды барыңды алар. Жұмылғын жұмысыңа 100%-ға, асулар жоқ еңбекке алынбаған. Тау табысты талайлар елестейді, қайтеміз санасымен кеңеспейді. Арманына жетем деп сене алмаса, жалғыз түгілі өкімет ел өспейді. Батырым, болашағың өз туындың, өткен күнмен болашақ теңеспейді. Ерен іспен ерлерше екпіндейсің, берік ұстар білімін бекпіндейсің. Суланса күдіктермен болашағың, сәулесімен сенімнің кептіргейсің. Қандай жағдай болса да жабырқамай, қайыры бар әр істің деп білгейсің. Талпыныс. Өмірдің мәні, көңілдің сәні талпыныс. Мақсатқа ұмтыл, жетем деп бала ал тырыс. Арманды көздеп, бойыңды өзгерт, шаршама. Болмасын сенде ынжықтық және алқыныс. Санаңда жатыр, сапырсаң қанша жобалар, жүзеге асыр, мән бермей жүрсең жоғалар. Жарқын ой болсын, басыңда бағыт беретін, өмір дегенің ойыңнан бастап оңалар. Ерінесің, керілесің, берілесің уайымға.
өміріңнің осал тұсы жайында. Басты көтер, бұл заманда оп-оңай, тік қасықты сала алмайсың дайынға. Қолдағанды, қорғағанды өзгелерден күтпегін. Керек емес ешбір жанға проблемаң, жүктерің. Өз бақыттым, өз қолымда деп біліп, керегесін сеніміңнің тіктегің. Шешілмейтін проблемалардың шешудің оңтайлы тәсілдері. Бірінші,